Ол пышағын сермеп үлгермей, Тай-Сиктің әрең көрінетін қозғалысы оның пышағымен өз бүйіріне түседі. Тай-Сик шығуды өртеп, гангстерлердің қашу мүмкіндігін кеседі. Чо бәріне оған шабуыл жасауды бұйырады. Таяқпен қаруланған адамдар шабуылдайды, бірақ Тай-Сик олардың арасынан өтіп, артында денелерді қалдырады. Тай-Сиктің алдындағы гангстерлер азаяды, артындағы денелер көбейеді. Кенет ол анасын ілген қарақшыға тап болады. Ол Тай-Сиктің бүйіріне пышақ сұғып алады. Бірақ бұл жарада Тай-Сикке айналған демонды тоқтата алмайды. Олар оның ішіндегі аңды оятқан. Пышақты елемей, Тай-Сик Чоға қарай тоқтаусыз табандылықпен күреседі. Оған жетіп өлтіріп, бәрін аяқтайды. Кейін Тай-Сик жанып жатқан түнгі клубтың подъезінде отырады. Ол енді ештеңе қаламайды және қажет емес. Сахна әпкесіне ауысады. Ол тезисін сәтті қорғап, саябақта отырып, анасы мен ағасының суретіне қарайды. Өйткені еске алу ең маңызды нәрсе. Естелік арқылы махаббат өмір сүруді жалғастырады.